Он 8 желтоқсан Қатар мемлекетінің ұлттық күні. Араб түбегіндегі бұл ел танымастай өзгерген. Шөл даланың сыйы пайдалы қазба әлемнің ең бай мемлекетінің біріне айналдырды. Бүгін біз Парсы шығанағының інжу маржаны Қатар мемлекеті жайлы сөз етеміз. Қатар мемлекет тәуелсіздік мемлекет болып 1971 жылы құрылды. Бүгінгі күні Шейх Тамим бин Хамад бин Халиф Аль-Тани деген әмір басқарады ол елді. 2013 жылы билікке келген. Жер көлемі жағынан, халық саны жағынан өте кішкентай шағын мемлекет. Бүгінгі күні Қатар өте қарқынды дамып жатқан ел. Негізгі байлықтар ол газ. Сол газдан үлкен қаражаттың көп бөлігін дүние жүзіндегі үлкен активтерге инвестиция жасап отыр. 2008 жылы Қатар мемлекеті 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын қабылдады. Бағдарламада экономикалық, әлеуметтік, адами және экологиялық бағыттар басты назарға алынған. Нәтижесінде тұрақтылыққа қол жеткізген озық қоғамға айналу көзделген. Сондай-ақ Қатарда 2022 жылға футболдан әлем чемпионаты жоспарлануда. Бұл орайда мемлекетте жаңа стадиондардың құрылысы жүріп жатыр. Қатар ең экологиялық таза әлем чемпионатын өткізуді алдына мақсат етіп қойды. Дипломатиялық қарым-қатынас екі ел арасында 1993 жылы орнады. Қатар жаңағы араб елдерінің арасынан біздің тәуелсіздігімізді ең бірінші болып танығандардың арасында. Біріншіден 98 жылы Қатар мемлекетінің сыртқы істер министрі Қазақстанға сапар шекті. Одан кейін көп ұзамай біздің президентіміз ең алғашқы ресми сапарымен Қатарға барды. Содан кейін жаңа екі жақты қарым-қатынас бірте-бірте белсенді дами бастады. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы бірегей жетістік 2017-2018 жылдардағы Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүше болуы. Бұл мәселеде Қазақстанды Қатар мемлекеті алғашқылардың бірі болып қолдаған еді. Сондай-ақ Қатардың жасыл экономика технологиясын дамыту аясындағы тәжірибесін есепке ала отырып, Қазақстанда өткен Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмеге қатысу арқылы екі жақты қарым-қатынасты нығайта түсті. Қазақстандық Қатарлық достықтың тағы бір жарқын көрінісі азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі Ислам ынтымақтастығы ұйымында жәрдемдесуі. Бұл ұйымдағы негізгі мақсаттардың бірі мүше мемлекеттерге ауыл шаруашылығы мен азық-түлік қауіпсіздігін тиімді дамыту және басқа да мәселелердің шешімін табу болатын. Аталып өткен халықаралық аренадағы түрлі іс-шараларда Қатар мемлекеті Қазақстанды қолдап келеді. Ең біздің тәуелсіздікті жаңадан алып, осы жаңа елордаға көшкелі бері Қатар тарапы Нұр Астана ислам мәдени орталығын салуға қаражат бөліп, сондай бір көмек көрсетті. Еліміз Астанамыз жаңадан аяққа тұрып отқан кезінде. Шейх Тамим атындағы мектеп бір жерде Қатардың қаржыландыруымен салынған. Сан-Треджес қонақ үйі бар, Қатар инвесторларының үлесімен салынған. Бүгінгі күні Алматы облысында Қатар тарапы перзентхана салуға ниет білдіріп отыр өздерінің қаражатымен. Ол жаңағы шындығын айтқанда кішігірім жобалар. Бізде қазір ең маңызды болып тұрған мәселенің бірі ол сауда-саттық және инвестиция. 2019 жылы Qatar Airways компаниясы өзінің тікелей рейстерін ашты, жүк тасымалдау рейстерін. Доха, Алматы, Гонконг, Доха бағыты бойынша. Сол кезден бері біздің сауда айналымыз біраз өсті бір жылдың ішінде. Қатар тарапы біздің қазақстандық өнімдерге қызығушылық танытуда. Олардың арасында біздің етті біледі, біздің етіміздің сапасын. Бал бар, жеміс-жидегіміз бар. Сол сондықтан әлеует бар ол жағынан. Инвестиция саласына да Қатар тарапы үлкен қызығушылық білдіруде, өйткені
біздің ел үлкен, еліміз бай, әртүрлі ресурстарымыз бар, әртүрлі кәсіпорындарымыз бар. Соған инвестиция салуға Катар тарапы дайын. Енді мына Қатарда Қатар майнинг деген компания бар. Ол да ұлттық тау-кен саласындағы компания болып саналады. Біздің сол Қатар еліндегі елшіліктің бастамасымен сол 1,5 жылдай бұрын осы Қазақстанға келді. Бастаған жобаларымыз осы тау-кен саласындағы алтын мен мыс өндірістеріне байланысты болады. Біз бірнеше жаңағы жобаны таңдап алдық, өзіміз Қазақстанда сол жобаларды ұсындық. Қатар майнинг компаниясы және жеке секторда оларда Альфардан групп деген үлкен компаниялар бар. Олармен де тура сондай жұмыс жүргізіп жатырмыз. Әрине олардың қызығушылығы өте зор. Енді сол 1,5 жылдан бұрын басталды сол шаруа. Енді мынау пандемияға байланысты бәрі тоқтап қалған болатын. Себебі өздеріңізге белгілі, мынау наурыз айында локдаун жарияланды. Соның тура алдында ғана Қатардың әмірі осы жерге ресми сапармен келу керек болатын. Қатар Airways компаниясы бірінші рейсін орындау керек болған. Оның бәрі локдаунға байланысты тоқтап қалды. Сондықтан енді іскерлік жұмыстар енді қайтадан жандана бастады. Осы былайша айтқанда соңғы 2 айда. 2016 жылы Қатардың орталық банкінің басқармасының бастығы Абдаллах бен Сауд Аль-Тани бір топ инвестор бизнесмендерді алып осы Қазақстанға келген. Соның арасында осы біздің университетке келіп жақсы кездесу өткізді. Сондықтан мына ислам қаржысын Қазақстанда қалай ендірсек деген сұрақты біз талқылаған болатынбыз. Осындай қарым-қатынастың ең бір жақсы көрінісі осы бірінші рет мына орталық Азияда посткеңестік аймақта Астанадағы халықаралық финанс орталығымен, Бен Халиф университетімен және біздің университет үш жақты келісімге қойып, мамандар дайындауды, мамандарды сертификаттау бойынша үлкен бір келісімге қойдық. Соның нәтижесінде қазір өте жақсы жұмыстар атқарылып жатыр. Соның жақсы бір көрінісі осы биыл 2020 жылы үлкен конкурста СИФА дейді, ислам қаржыландыру бойынша дамушы елдердің арасында осы орталық бірінші орынға ие болды. Бұл өз аз уақыттың арасында жеткен үлкен жетістік және болашағы бар екендігін көрсетіп отыр. Қазақстан мен Катар арасындағы ынтымақтастықты дамуын айтатын болсақ, соңғы жылдары қаржы саласындағы байланыстар көптеп артып келеді. Екі ел арасындағы мемлекеттік қаржы мекемелері мен реттеуші органдар арасында бірнеше ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылған болатын. Солардың бірі 2016 жылы Астана халықаралық қаржы орталығы менен Катар қаржы орталығының реттеуші ведомствосы арасындағы қаржы нарығын реттеу бойынша ақпараттарды бөлісуге негізделген меморандумға қол қойылған болатын. Сонымен бірге сукук ислам қарыз құралдарын шығаруға барлық жағдайлар жасалып, қазір алдағы уақытта егеменді және корпоративті сукуктер шығару жоспарлануда. 2020 жылы наурыз айында Катарлық QIIB $500 миллион сукук қарыз құралы шығарылған болатын. Катарлық Масраф Аль-Райан банкі алғашқы цифрлық банк болып, өзінің соңғы финтек құралдарын қолдану арқылы исламдық қаржыландыру мен инвестиция тарту болып саналады. Исламдық қаржыландыруда, дамытуда және де үлес қосқан көптеген факторлар бар. Осының арқасында қазіргі таңда Катар елінің исламдық қаржыландыру үлесі 11%-ға жетіп отыр. Елдегі банктер активтерін, жалпы активтер көлемінің 26%-ын құрайды. Болашақ іргетасын қалау үшін өткенге үңілу, ұлттық құндылықты ұлықтау, сондай-ақ экономиканы нығайту. Бұл Қазақстан мен Катардың ұқсастығы да ерекшелігі де. Бүгінде мұнайға тәуелділіктен құтылу мақсатында инновациялық үлгідегі индустрияны құру екі елдің міндеті. Бұл жолда Қазақстан мен Катардың қызығушылығы нәтижеге жеткізетіні сөзсіз. Сондай-ақ 30 жылға жуық дипломатиялық қарым-қатынас қос елдің ірі жобаларының сәтті боларына нық сенім сыйлайды.